Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен жылқы етінен қуырдақ жасаймыз. Көрінісі әдемі болып тұрғандай, дәмі де өте керемет. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазанымызға майымызды құямыз, және де етімізді 4 бұрышты етіп, орташа етіп турадым. Жақсылап майымызға қуырып аламыз. Етімізді қуырып жатқан кезінде татымына қарай тұз және қара бұрыш қостым. Және де оның үстіне ұсақтап туралған пиязымызды қостым. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне лавровый лист салып жібердім. Күшті дәм береді, күшті иісі де керемет болып шығады. Біз пиязды жақсы көргендіктен, бұл жерде мен пиязды кішкене көп мөлшерде қостым. Ал сіздер өз қалауларыңызша қосасыздар. Картошканы салатын алдын еттеріміз жұп-жұмсақ болуы керек. Және де оның үстіне 4 бұрышты етіп туралған картошкаларымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ең пәс отта бетін жауып, піскенше қойып қоясыздар. Тағамыздың тұзын бір көріп жіберіңіздер, егер де аз болып жатса, кішкене қосыңыздар. Мінекей біздің өте дәмді қуырдағымыз дайын болды. Етіміз де, картошкамыз да жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздерге көп рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын сіздерге.